Баршаңызға қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін өздеріңізге өте дәмді әрі тойымды ерекше салаттың рецептімен бөліскелі жатырмын. Достар, егер арнама тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта көптеген жаңа мастер-класстармен, жаңа рецепттермен бөлісемін. Ендеше рецептімізге кірсек, мұнда картошкамызды аршып, осылай корей үккіштен өткіземіз. Мен мұнда барлығын өткіздім. Енді осыны салқын суға, душылаққа салып, осылай 2-3 қайтара, яғни картошканың крахмалы кеткенше жақсылап жуамыз. Жуған соң оны осындай қағаз майлықтың үстіне кептіреміз, суын сорғытамыз. Осы кезде майымызды қыздырамыз тапаға, және қызып тұрған майда орташа отта сәл қызарғанша пісіріп аламыз. Осылай қызарып піскен картофель пайларымызды тарелкеміздің үстіне қағаз майлық қоямыз. Және соның үстіне жаңағы қоямыз. Картофель пайымыздың майын сорғып алу үшін. Мұнда картофель пайымыз пісті. Енді тұздалған қиярымызды осылай ұзыншалап етіп турап шығамыз және ыдысқа саламыз. Оның үстінен піскен жұмыртқаларымызды осылай ұзыншалап етіп тураймыз және оны да ыдысымызға саламыз. Ендігі кезекте менде сиыр еті осылай суға пісіріп алдым. Және бұны да ұзыншалап осылай тураймыз. Еттің орнына тауық етімен алмастырсаңыздар болады. Барлығын ыдысымызға саламыз, тураған заттарымызды. Және картофель пайымыздың азғантай бөлшегін саламыз. Және мен аздап тұз салдым, себебі тұздалған қияр бар құрамында. Және майонез саламыз. Егер құрғақ болып кетсе, қиярдың аздап суын жаңағы ас қасық, 2 ас қасықтай салып жіберсеңіздер, құрғақ болмайды. Және жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Тарелкемізге салып, дастарханымызға ұсына берсек болады. Бірінші салатымызды саламыз және оның үстінен сәндік үшін осылай картофель пайларымызды бетін жауып әдемілеп қоямыз. Мен сәндік ретінде қызанақты раушан гүл тәріздес етіп жаңағы турап сәндедім. Және ас көкпен сіздер өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Осымен біздің салатымыз дайын. Жасап көріңіздер және жасаған пікірлеріңізбен мұнда комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Сіздермен болған дәмді астарыңыз дәмді болсын.